Армысыздар қазақ елі, ағайын туыс бауырлар. Ербол Есқожин ағамыздың челленджін жалғастырып, Дулат Ағаділ бауырыма мынау 24 ақпан күні үйінен алып кеткен 5 азаматтың жаңа заң жүзінде жазаларының өтеулерін талап етемін. Және осы іске, қылмыстық іске арызын қабылдамай жатыр деп естіп жатырмыз анасынан. Сол қылмыстық істі ашып, солардың бәріне өздеріне тиесілі жазасын берсін деп талап етемін. Талап етуші Серік Асқаров Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа Генеральный прокуратура жаңағы Совбездің бастығы болсын, КМБ-ның бастығы болсын, кім болсын, бәрің Дулат Ағаділ бауырымның өліміне осы мына 2 айдан уақыт асты, әлі күнге дейін созып келатсыңдар. Соны жауап берулеріңді талап етем. Және менің челленджімді басқа осы мынау отансүйгіш Дулат Ағаділдің осы мынау еңбегін бағалайтын адамдар челлендж жалғастырса деп ойлаймын. Рахмет сіздерге көп-көп.